Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Whoopie трайфлын жасайтын боламыз. Ең бірінші тысқа жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып, біркелкі масса дайындап аламыз. Бөлегі тысқа шоколадымыз бен сары майды ерітіп аламыз. Ерітіп, осындай масса шыққан кезде екі массаны біріктіреміз. Жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұн, какао және разрыхительді араластырып, осылай саламыз. Массаны 2 немесе 3 бөлікке бөліп салғандарыңыз дұрыс. Сол кезде біздің коржымыз жақсы болып көтеріліп шығады. Мен барлығын венчикпен жасадым. Сондықтан тестасына бізде миксер қажет болмайды. Осындай қою масса шыққан кезде пергамент қағазымызды немесе тефлоновый коврикті дайындап, бетіне құйып шығамыз. Бетін тегістеп жағамыз. Тегістеп жағып болған соң 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минут шамасында пісіріп аламыз. Кремін дайындауға кірісеміз. Сливки, творожный сыр, қантты жақсылап миксерлейміз. Төменге толық рецебін қалдырамын. Осындай қою масса шығады. Сосын осындай трайфлға арналған ыдыста жинаймыз. Астына осындай крем саламыз. Сосын коржымызды осылай майда етіп үгітіп, кремнің бетіне салып шығамыз. Сосын оның бетіне тағы да крем құямыз. Ерітілген шоколад пен сары майды осылай құйып, кез келгенін сәндей бересіздер. Осымен біздің Whoopie трайфлдарымыз дайын.